Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз жекас донердегідей қытырлақ донер жасайтын боламыз. Үйтек үй жағдайында қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұзымызды тауыққа қосып, бір қызартып қуырып аламыз. Картоптың орнына чипсиді қолдандық, сол кезде қытырлақ болып шығады. Огурцы помидорымызды соломка қылдырып турап, және мына соустарды описанияның астына рецептін жазып кетем. Мен 2 лаваш қолдандым, себебі бір лавашым кішкентай болып қалды. Егер сізде үлкен лаваш болса, біреуі жеткілікті. Жаңағы заттарымызды саламыз, огурцы, помидор, чипсимізді, соустарымызды және тауықты молынан салдым, дәмдірек шығу үшін. Соусым аз сияқты болып көрінді, сол үшін тағы үстінен қостым. Және де әдемі қылдырып орап аламыз. 3-4 минут грильға пісіріп аламыз. Бұл рецепт тез, әрі оңай, әрі дәмді шығатын рецепттің бірі. Мен бұл рецепт ас болсын. Егер жасасаңыздар, комментарийға қалай шыққанын жазып кетіңіздер.